қайттық қой. Жана тақырбасатан ертіп кепті да. Видеоға тартып отырмын мен. Жоқ, мына жерге келіп айтады да. Жігіттер бірауыз айтып жүрген ешкім жібермей жатыр мыналар деп ше. Сонда. Бірақ біз тоқылдақ қылып жатсың ғой сен деймін да. Сен де көрдің ғой десем. Соны кетті ғой короче. Ойбай айтыңыздар іште. В общем, кеше жігіттер тамақ ішіп жатыр, ас болсын, қорда. В общем, кеше сұмдық жағдай болыпты. Где-то қанша адам деді? 60 адам ба? 50-60 адамдай, короче, ана жақта война болған қазақтар мен тәжік жігіттердің ортасында сұмдық енді война болған ғой. Өйткені енді не ситуация болғанын өз көзіммен көрмегеннен кейін біреуді даттап, біреуді жақтамай-ақ қоямын, білмеймін. В общем, тәжік жігіт пен қазақ жігіттер ұрысады да, содан кейін қазақтар типа біздің Қазақстан деп жігіттерін алып келеді, тәжік жігіттер тоже өзінің жігіттерін алып келеді. В общем, мына жақта сұмдық бір война болады ғой. Сонымен қазір тексеріс, проверка сұмдық болып жатыр екен. Сонымен төбелескен, как раз жігіттер есік жасап жатып, соның куәгері болып, Мунис айтып жатыр, жігіттерге риза болдым деп. Сіздің есіміңіз кім? Бекзат. Бекзат, Бекзат, все, мен памятім нашар бар ғой. Сіздің есіміңіз? Тұрсынбек. Сіздің есіміңіз? Сіздің есіміңіз Ақбота. В общем, сол сөйтіп, короче, кеше жойқын соғыс болыпты біздің районда. Бір жерде болған. Тура қасымызда болған ғой. Құдай сақтап қалыпты, әйтеуір біздің Мунистар аман қалыпты, басқасы неге болса болсын, Мунистар аман болсын деп отырмын ғой. Менің рабочийларыма тиіспеңдер деп отырмын ғой. Молодец, ортасына кіріп кетіп ажыратып жүр. Сендерді де ажыратты әйтеуір деп нетті ғой. Молодцы, жақсы жігіттер екен, қазақтар болса да көмектесіп жатыр деп. Сөйтіп сондай, короче. Біздің өзбек жігіттерінде тәжіктерге ешқандай қатысы жоқ, мысалы ше. Олар өздерімен өздері жүрген адамдар. Жақсы болса екен деп отырмыз, елімізді бітіріп алғанша. Жоқ, жабылып кетті да 3 адамға. 50 адам деген болмай қой. 3 адамға 50 адам келген ба? 3 тәжік жігітке ма? Қашып қалды олардың көбісі. Көбісі қашып кетіп қалды. Үшеуі ұсталып қалған, соны аналар ұрып отыр. Мен айтамын, намыстарын кішкене намысты оятып, ішінен біреуін шық, ашуланып тұрсын ба, ашуыздан. Разна-раз шықсын. Иә, разна-раз көбелес. Біздің қазақтың ешқай шықпайды. Бәрі жабу ұрып отыр, арқасынан келді. Балая. Енді басқа елдің адам болса да жаның ашиды ғой, адамбыз ғой, біз самый главный нация емес, бұл жерде адамгершілік етіп. Иә, 60 адам болып 3 адамға жабылған деген дұрыс болмапты енді. Уже алды жазылған ана күні түнде көрсетіп едім сіздерге, қазір күндіз көрсетейін. Қараңыздар, міне, алды брусчаткаланып тастаған уже барлығы. Мына жақтың барлығы, мына жаққа уже не құяды? Асфальт құяды уже скоро. Орталардың бәріне елкалар егеміз. Мына жақтарға. Көрдіңдер ма ешкімге естігін? Ал жігіттер тамақ ішеміз жүріңдер. Кім бар? Жігіттер Естігіз жігіттер қайда? Жүріңдер тамақ ішіп жүріңдер. кетіп қалды ма? Ұлықбекке өзінің атынан қаншама дұрыс еңбек жасап жатыр. Енді оплатасын төлеп жатырмын ғой былайынша. Бірақ өздеріне де бір рахмет ретінде осы ақшаны 100 мың теңге бергім келіп тұр. Рахмет ретінде. Мынау сендердің маған жасап жатқан жақсылықтарың үшін екеулерін бөліп аласыңдар. Көп рахмет, қаншама ситуация болып жатыр, қаншама жағдайда сендер уақыттарыңды терять етсеңдер де маған көмектесіп жатсыңдар. Сол сендерге көп рахмет, Алла разы болсын. Көрші кафешкаға кетіп бара жатырмын, Осман тамақ сұрайтын болған ғой кәдімгідей. Супчик алып, соны блендердан өткізіп берейінші деп отырмын. Бүгін есікті жасап жатқан, бүгін акасы есікті әлі бітірмейді екен, ертең бітіреді екен. Сонымен бүгін барып келем ба деп едім. Жарайды, ертең барам деп отырмын. Ертең еще Тамира ханыммен дуабеда жүреміз, ертең қаспен кірпік жасатамыз бұйырса. Біраз шашақ қалдым бүгін кәдімгідей бар ғой. Сол объектіға барған жоқпын, ертең барам енді бұйырса. Жұмыстарымның барлығын бітіріп, Османның қазір тамағын беріп ұйықтату керек. Өзім де бүгін ерте ұйықтамасам, прям соңғы күндерім ерте тұрып, кеш жатып, прям андай шаршап жұмысымды айтсам бар ғой. Энергиям таусылып қалады осындай под вечер уже ше. Көзім дұрыс көрмей қалып жүрмін, сіздермен сөйлесем деп. Евора сұлулық сыйлайды жобамыздың 4-ші күні Тамира ханым міне бүгін енді перманентке келдік, яғни қасын формасын дұрыстап, сұлулық көзбен қас қой, енді әйел адам бірінші очередь соған назар аударайық деп қасына перманент жасап
соскейді. Бүгін өте интересный күн болып жатыр. 4-ші күнде бүгін бізде прям қас пен көз. Прям идеально пудровое напыление. Енді бұйырса қазір кірпікке барамыз. Одан кейін енді алдағы күндерде шашым, потом прическа и макияжбен сіздерге көрсететін боламыз. Қанып ма сізге? Ханымды кірпікке алып келдік. Вот екеуміз бір мастерға келеміз. Өте жақсы жасайды. Негізі басқа салондарда да істеуге болатын еді. Бұл қыз проверенный уже 1-2 жыл болып келіп жүргенімізге кірпігіміз түспейді да. Сол үшін осы өзіміздің мастерімізға жасатайық деп шештік. Бота бізде мобилограф бүгін. И мына жақта Данира ханымның кірпігін жасап жатырмын. И мен өзім уверенамын жақсы жасайтынына. Сол Ботаның кірпіктері сұрау себебі міне. Мына жақта мысық нападать етіп жатыр, бізге шақта мысықтан қашып жүрміз ғой бәріміз. Енді мысық қой еще. Бөпе мысық қой. Сол бөпе мысықтан қорқып жүрміз ғой, бәріміз қамап қойдық ана жаққа. Уже кішкентай болса да шустрый екен енді. Сол енді Дамира ханымды біз осы жақта тастап кетеміз. Біздің мастеріміз енді бізге көмектесіп, Ерке деген қыз не видеоларымды түсіріп беріп жіберіп жіберем деді. Сонымен рахмет деп біз қайтайық деп жатыр. Ары қарай мен неге үйге кету керекпін. Бүгін жұмыстар көп, сол кешке туған күнге барады екенбіз. Барлығын бітіріп, енді бұйырса ертең завершающий күн, наверное, ертең барлығын бітіретін шығармыз. Бүгін енді ары қарай үйге бара жатырмыз. Үйдің до послесін түсіру үшін досын вообще түсірмеген ғой. Сонымен қазір қасында сестренка мобилограф болып жүр ғой, сонымен пайдаланып түсірейін деп жатырмын. Еще как раз есіктерді салып жатқан болатын. Қазір бірінші доставка барып мунис саламын. Краскаларды жаңа жіберіп доставкамен. Енді мунистарды алып, получается, не істеймін? Объектіға барамыз қазір. Машинаның артын көрсетіп жатыр. Киімдерді әлі жинамадым. Сол киімдерді қазір реттестіріп жіберіп. Өйткені қазір мунис ана нелермен валиктарды тастақтан алған екен. Ана күні мен валиктар алдым десем, краска алған кезде почти 1,1 миллион қалдым ғой. Сөйтсем валиктарды қоспадым деп отыр бүгін. Сонымен мунис айтады, зачем сізге 15.100 деп жазылыпты, 15.900 деп ма сондай деп тұр. Мына жақта валикті басқа жақтан алайық. Бір валиктің осы сондай болса базардан одан арзан алуға болады ғой деп сонымен тастаққа кетті. Сол тастақтан қазір соны алып кетемін. Қазір досын түсіріп аламыз. Бұйырса енді 1-2 аптадан кейін уже бітеді ғой. Келесі аптаның аяғында почти бітеді завершающий. Содан кейін 1 аптадан кейін енді мастерлерді алып уже заезжать етеміз ғой. Сол кезде послесін түсіру керек. Сол үшін досын түсіріп алу керек болып кетіп бара жатырмын. Кешке еще туған күнге барамыз. Оған да үлгеру керек. Үйге барып бала шағама көңіл бөлу керек. Витамин